Ағымдағы жылы шілде айының 27-ші жұлдызы тәуелсіз Қазақстанның қаһарманы және Қазақстанның құрметті азаматы атты республикалық байқаудың жеңімпаздарын марапаттау жиналысы Астана төрінде өткенін білесіздер. Бұл марапатқа республика көлемінен суырылып шыққан 180 жеңімпаздың ішінен бақ қонып қызыр шалған Жолболды әулетінен би ағамыз Иманбай бастаған Сержан, Доғдырбай, Сұраубек қатарлы азаматтарымызбен бірге Қызырлы ел Сармық әулетінің өзінен Амангелді Арынұлы, Жеңіс Әкімұлы, Шүкір Ибраимұлы, Әкімхан Біләлұлы қатарлы 4 бірдей азамат бой көрсетіп, үлкен әулетіміздің санын толықтырды. Арқадағы әулетіміздің атынан Серган Бияұлы мен Ақын Тоқтықан Бидәулет қызы және Нүлпар қызымыз, Ақын Шалқар Сіләмбекұлы қатарлы бір талай азаматтар қымбатты уақыттарын қиып, бұл азаматтардың алдынан шығып қарсы алып күтіп алды. Қуанышты басқосу Астана қаласы, Кеңбидай ауылы, Қаражар ауылы қатарлы жерлерде жалғасып, соңы Серік ағамыздың бастауымен Көрікті Бурабай мен Мағжан Жұмабаевтың мекені солтүстік облыстың Көрікті жаңа дәуір елді мекенінде болды. Басқосудың әр сәті әсем ән, күмбірлі күй, өлең оқу қатарлы мәдени шараларға толы болды. Басқосудың кейбір сәттеріне куә болған ағамыз Иманбай Сармық әулетінің жігіттеріне сендер Қызырлы елдің ұрпағысыңдар, орталарыңнан сән көмекейлеріңнен ән кетпеген елсіңдер. Топтарыңмен келіп бізді күтіп алып, көңілімізді марқайтып жатқандарыңа рахмет деп бір емес бірнеше рет ризашылығын білдіріп, ақ жарма тілегін айтты. Өте Кеңбидайдағы Ерсін Қоңырқанұлы ағамыздың үйіндегі Ахметжан аға, Иманбай аға және Жарас, Нұрсерік қатарлы бір үй толы қонақтармен болған кешкі басқосуда Серган Бияұлы ағамыздың Ерсіннің көрінген соң дарқандығы, ақынның ақтарылды алшаң жыры, сендерге тегін концерт қойып отыр, Сармықтай Қызырлы елдің әнсамблі дегенде, Шалқар інісінің артын жалғай кетіп, бұл жерге өңшөң жүйрік келіп тұрмыз, қасқа мен жайсаңдарды көріп тұрмыз, құттарып қызыр қонған ел болғасын, ақшасыз тегін концерт беріп тұрмыз. Әрдайым Тоқтықандай қарындастың ақындық өнеріне сеніп тұрмыз. Амангелді ағамда оңай емес, сол үшін біз артынан еріп тұрмыз деген шындыққа толы өлең шумақтарымен Амангелдінің орындаған ән толғаулары тыңдармандарды дән риза етіп, осы ортаны сән салтанатқа бөлеп жіберді. Құрметті ағайын, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын? Ер азаматтарын құрметтеп, ел азаматтары қарсы алып күтіп алды. Қол аяқтарын жерге тигізбей, құрмет, қошаметке бөледі. Сөйтіп ер азаматтар ерлігін танысса, елдің азаматтары бірлігімен елдігін танытты. Ерім дейтін елі де, елім дейтін ері де аман болсын, көбейе берсін. Құрметті ағайын, марапат төрінен орын алған бұл әулеттің азаматтарынан Амангелді Арынұлы түрлі өнер байқауында 19 рет марапатталып, той ойнау бәсекесінде 3 рет төс белгімен мадақталған. Жуырда Қазақстанның құрметті азаматы атағын алып үлгерді. Ертеде барымташылармен болған талай реткі сайыста ерлік көрсетіп, Өртекестің Көлбұлақ деген жерінде Гомындаңның 10-нан астам шерігінің қолына түскенде олардан айласын асырып, сатылып шығып қашқан бойы Қашқар асып 3 жылдан кейін еліне оралған
Ырысбай Тоқайұлының немересі міне осы Амангелді Арынұл еді. Жеңіс Әкімұлы, әкесі Әкім ағамыз ұзын жыл Қайыңды ауылының әкімі болып ел басқарған тұлға еді. Кейін Жеңістің өзі де сол ауылдың әкімдік міндетін атқарған, өзімен бірге туған үш бауыры да өртекесте алды аудан дәрежелі және бөлім дәрежелі міндеттерді өтіп, бір үйлі жанның төрт бірдей азаматы ел тізгінін ұстаған азаматтар болған. Жеңіс бұл күндері мал шаруашылық кәсібімен шұғылданып жүрген, 100-ге жуық ірі мал, 500-ге жуық ұсақ мал өсірумен бірге 10 гектар жерге көкөніс өндіру жұмысымен айналысуда. Әкімхан Біләлұлы, үлкен әкесі Нүсіпхан Бошаұлы, әнші, домбырашы, шежіреші болған адам. Өртекес тарихында әйгілі 2 емкос өткені анық. Оның біреуі Сауқымбек Шойқұлы болса, енді бірі осы Нүсіпхан Бошаұлы еді. Әкімхан бұл күндері 4 жерден жылы жай ашып, саңырау құлақ өндіру кәсібімен айналысып, 10 адамды жұмысқа тартумен бірге жамақшылық кәсібімен де шұғылдануда. Өткен жылы Әкімханның кәсібінен хабар тапқан Қазақстан телеарнасы арнаулы телехабарын жасап, тұтас Қазақстанға таратып, неше миллиондаған көрерменге үлгі етіп таныстырды. Шүкір Ыбырайымұлы ірі тұрпаттағы 2 жүк тасымалдау көлігінің біреуін шет елдерге, енді біреуін ел ішіне жүргізіп, жүк тасымалдау жұмысымен айналысуда. 1996 жылы Үрімжіден Өртекеске өз автобусымен жолаушылар алып келе жатып, Текес асуына келгенде 35 адамдық жолаушылар автобусының асуда аударылып жатқанын көріп, дереу қасына 4 адамды ертіп, өлім мен өмір арасында жатқан 17 адамды дереу Текес аудандық емханаға жеткізіп, ажалдан арашылап қалды. Бұдан хабар тапқан Текес аудандық халық өкіметі Шүкірді арнайы марапаттап, лайпыңшыл машина деген тақтайша жасап, көлігінің алдына бекітіп береді. Сөйтіп, Шүкірдің бұл ерлігі тұтас ел аумағында дүмпу қозғап, жұртқа жыр болып таралады. Ертеде Ағаяз аңғарында қырғыздармен болған барымтаға байланысты қанды қақтығыста Зікір Батыр мен Болатбек Батыр қастарына ер жүрек өршіл азамат Бүкен Тоқпақбайұлы қатарлыларды қастарына алып, барымташылардың бесін қайтарып есесін алады. Ол сайыста Бүкен ерекше ерлік көрсетеді. Осы Шүкір Ыбырайымұлы сол Бүкен Батырдың немересі болады. Дағайын, осындай ұлттың рухын көтеріп, рудың айбатын асыратын азаматтарымыз көбейе берсін. Жазған Серган Бияұлы, монтаждап жасаған Шалқар Сіләмбекұлы. Өтіміздің жалпы игістеріне жетекшілік етіп отырған төрағамыз Серік ағама өз атымнан алғысымды білдіремін.